И самый еще важный вопрос. Почему считается, что некоторые казахстанские актеры приходят в кино для того, чтобы получить какую-то хорошую подписоту в Инстаграме и потом что там рекламировать. И это вот точка, результат конечный, который надо достать. Да, это пик популярности, пик карьеры. Кейбір адамдар Так ли это? 1xbetпен жүреді ғой, біреудің сторисіне кірсең ойлап қоясың. Быстрые выплаты. Мы не рекламируем, это харам. Жаңағы, енді жоқ, мен ол нәрсемен келісемеймін. Мысалы, киноға түсу тек жаңағы пик популярность бізде жаңағы ең танымалдықтың жоғарғы шебі, ол шыңы жаңағы реклама жасау 500 000 подписчик деген нәрсе емес. Мен оған сенбеймін. Мүмкін солай ойлайтын адамдар бар шығар. Ол енді әр адам өзінің қиялы, арманы шамасы жететін нәрсені ғана армандайды да. Сондықтан егер олардың шамасы, олардың арманының шегі сол 500 000 подписчик болатын болса, Инстаграмда ары қаратай жарнамамен күн көру керек болса, мейлі солай бола берсін, солай болады да оларға. Ал менің сапымдағы, менің қатарымдағы менің бауырларым, достарым, коллегаларым, актерлар, олардың алға қойған мақсаты, түпкі мақсаты, сверхзадача дейді ғой. Иә, түсіндім. Ол өте жоғары. Басқа амбиция вообще. Біздің ойымыз, біздің жалпы алға қойған мақсатымыз бұл подписчиктерде емес. Жалпы менің ойым, қазақ киносы жылда Оскар өтетін болса, шорт-листі әрдайым тұру керек. Бір қазақтың киносы. Менің арманым сол. Алла жазса. Алла жазса, ол мүмкін дүние ғой, жігіттер. Ол бір 40 таудың артындағы дүние емес ол. Иманбек дәлелдеді ғой сон. Иә, 7 қабат жер астындағы дүние емес. Тек қана бір бізге бір жастарға сенім, қолдау деген дүние, және Алладан бір бұйрық, соның бәрі кесе бір-ақ жылда алатын дүние. Енді біздің қазақ актер-актрисаларының шамасы жетпейді деген нәрсені, бізде жоқ деген дүниені Самал Ислямова, Айка. Қараңыздар, барды да жұлып алды. Қазақтың қарапайым қызы, көзіне қарасаң бүкіл әлем көрінеді. Бүкіл қазақтың дархан даласы, бүткіл мінезіміз көрінеді. Бізде мүмкіндік көп. Сіз бана Самал Ислямова жақсы айтып кеттіңіз. Оны тек қана біз банағы Кан фестиваліне барып, банағы алып келгеннен кейін барып, оған пәтер берді әкім есімде. Оның бәрі оған дейінде жүрген актриса екен. Иә, оны неге өзіміз отанымызда болғанда неге оны олай қадірлемеген деймін да? Қадірлемегенде неге олай? Көрмес түйенді көрмес дейді ғой. Тек қана бана Иманбек те сол, бана кейбір әншілеріміз де бар. Олар тек қана бана елден тыс танымал болып жатқаннан кейін бар. Димаш дейсің ғой. Енді бізде бұған бірақ жауап қой, қазақпыз ғой дейміз да, өз бітіре саламыз.